Ал, Саматжан, міне қымыз ішіп ал. Жолға шыққанда қарның ашып қалмасын. Жарайды әже. Енді 2 аптадан соң мектепке барамын. Сабағыңды жақсы оқып алам. Қаладағы достарыңды да сағынған боларсың. Я, ата, сізге рахмет. Әже, сізге де. Жазғы демалыс мен үшін өте қызықты әрі пайдалы болды. Айналайын. Саматжан, сен өзі қай пәндерді жақсы көресің? Сурет сабағын, және тарих пен әдебиетті, сосын табиғаттануды да жақсы көрем. Бәрекелді, өскенде үлкен ғалым болам десеңші. Жаратылысты тану, жаратқан иеміздің құдіретті күшін танумен тең. Ата, сонда білім мен ғылым туралы дінде де айтылған ба? Әрине балам, білімнің қай саласы болса да, мейлі физика, химия, аспан әлемін зерттейтін астрономия, бәрі де бар әлемді жаратқан Алланың ұлық екенін мойындатады. Алланың өзі де рас, сөзі де рас деп Абай атамыз айтты емес пе? Ғұлама ғалым Әл-Фарабидің өзі де жаратушымызды мойындаған. Жер, аспан, ай, күн, жұлдыздардың бәрін Алла тағалам белгілі бір тәртіппен орнатып, қозғалысқа келтіріп қойған. Ата, баяғының адамдары жұлдыздарға қарап жол тапқан дейді. Сол рас па? Иә, рас. Мысалы, сен аспаннан темірқазықты таба аласың ба? Жоқ, ата, 7 қарақшыны білем. Ол аспанда төңкерілген бестік сияқты жарқырап тұрады. Иә, шөмішкеде ұқсайды. Сол бестіктің құйрығындағы 2 жұлдыздың арақашықтығын тіке 5 рет өлшеп жүрсең, темірқазықты оңай табасың. Солай ма? Ал оның атын неге темірқазық қойған? Өйткені ол бір орнынан қозғалмай тұратын жалғыз жұлдыз, ал қалған жұлдыздар темірқазыққа байланып қалғандай айналып қозғалады. Ал түнгі аспандағы құс жолы деген не? Түнде аспанға қарасаң, төбеңде ағарған жұлдызды жолақты байқайсың. Расында да түнде құстар сол жолмен ұшады. Мен түнгі аспанды жұлдыздармен безендірдім, ал айды жарық шашып тұрсын деп жараттым, дейді Алла тағала. Ата, сонда мен сабақты жақсы оқып, ғылымға бет бұрсам, Алла мені де жақсы көре ме? Әлбетте балам, ғылым жолында жүрген пенденің аяғының астына періштелер қанатын жайып жатады деген хадис соның дәлелі. Яғни, білім іздену Аллаға жақындау дегенді білдіреді. Бірақ, тәрбиесіз білім адамзатқа зиян. Ол қалай сонда, ата? Түсіндіріңізші. Білімді адамның тәрбиесі дұрыс болмаса, ол сол білімді жамандыққа жұмсайды. Мысалы, адамзатқа қасірет, өлім әкелетін атом бомбасын ойлап тапқанда оқымысты ғалым. Ал дәл сол атомның пайдалы жақтары да көп қой. Я, ата, электроэнергиясы мысалы, атом мұзжарғыш кемесі. Міне, өзің де түсініп отырсың. Ал, айналайын жолың болсын, бәріне сәлем айт. Жақсы, әже, келіп тұрамын ғой. Алғане, мен сені шығарып салайын. Жүре ғой. Міне солай. Сен де білімді, тәрбиелі, ақылды болып өссең, бәріміз қуанамыз. Дінімізде де жолда жатқан тас, немесе кедергі болар затты алып тастасаң да үлкен сауап. Ата, онда мен анау жатқан тасты алып тастайын. Оп, Бәрекелді. Елге жақсылық жасасаң, көптің батасын аласың. Үлкендерден бата алсаң, жолың әрдайым ашық болады. Өсіп өркендейсің. ата, садақа деген не? Садақа сені бәле жаладан, ауру апаттан сақтайды. Садақа тек ақшамен берілмейді. Адамдардың жүзіне күле қарасаң, ол да садақа. Жақсы сөз жарым ырыс деген. Жамандықтан тыйып, жақсылыққа шақырудың өзі үлкен садақа, әрі сауапты іс. Түсіндің бе балам? Я, ата, әне, автобуста көрінді. Ал онда, жортқанда жолың болсын балам.
амандықта жүздесейік. Әумин. Әумин. Жақсы ата. Сау саламат болыңыз. Келіп тұрамын ғой ата. Сабағыңды жақсы оқы. Айналайын. Сәлем айт. Жарайды ата.